بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Barcha maqtov Rabbimiz Alloh taologa bo'lsin. Allohning iyligi, salomati, suyukli payg'ambarimiz Muhammadga bo'lsin. Onun sonuna barcha sahobalarga bo'lsin. Jannat qiyomat kunida yeretib barcha ummatga bo'lsin. Alloh taologa maqtovlar aytamiz. Jana Alloh taolodan so'raymiz. Har bir musulmon yer kisi bo'lsin, musulmon ayol kisi bo'lsin. Onlarga Alloh taolo tunda tinchlik nasib etsin. Gündüzlerinde aytıyoruz, sol tırşılıklarını rizq nasip etsin deymiz. Balaşalarına amanlık versin. Onlardan başka bereketten saklasın, avrularına şifa versin, qarz alatkanların qarzdan yetirip kılığını nasip etken olsun. Allah dünya ahirette imanlar için mərtəbələrini joğar etsin, öz suyetini sözler ve öz suyetini amallardan kövrek istevge tavfiq versin. Endi bugün Allah'ın kalavminin және осы тәпсір сабағымызды ары жалғастырамыз. Сол өздеріңізбен бірге отырып, сол осы Құран аяттарына зер салып, оны ойлануға әрекет жасаймыз. Аллахтан жәрдем сұрай отырып. Бүгін енді жеткеніміз сол Лейл сүресі екен. Лейл сүресі бұл енді Меккелік сүрелерден болып табылады. Өзі 21 аяттан тұрады. Бүкіл ғалымдар баршасы бір ауыздан Меккелік сүре екендігіне оған келіскен болатын. Бұның алдында біз сабақтарымызда айтып кеткенбіз, сүрелердің Меккелік, Мединалық болып бөлінуі, одағы хикметтің болуы. Жалпы Меккелік сүрелер көбінесе адамның ақыреті туралы көп хабар беретін сүрелердің бірі болып келеді екен. Енді бұл Лейл сүресі өзі аты аударсақ түн деген сөз. Араб тілінде түнді Лейл деп атайды екен. Қарасаңыз, осы бір-біріне жақын сүрелер, осы бір уақыттармен, мезгілдермен белгіленген. Бұның алдында Духа деген сүре өткендік. Ол енді сәске уақыт, күннің көтерілген уақыты. Лейл сүресінің алдында бір сүре бар, ол Шамс деп келеді. Күн деп аталатын сүре бар, әмді бұл сүре түн деп аталады екен. Жалпы әрбір сүренің өзінің қозғайтын бір тақырыбы болады. Көбінесе қозғайтын тақырыбы болады. Бұл Лейл сүресінде көп деген нәрсе айтылады, бірақ негізгі қозғайтын тақырыбы жомарттық пен сарамдық жайында болады деп кеткен кейбір сәләф ғалымдары. Енді сол Лейл сүресіне біз біраз қарап отырайық, сөйтіп Аллахтан айтып жәрдемменен сол аяттан шыққан мағыналарды, ғибраттарды Аллах Таала көкірегімізге қондырып, оған дүниеде амал істеп, ақыретте жақсыға жетуімізге нәсіп етсін дейміз. Енді бұл сүре анттармен басталады. Бұның алдындағы сүрелерге ұқсас, Духа сүресі антпен басталған еді. Тағы басқа сүрелер Аср сүресі антпен басталған еді. Егер сүре антпен басталатын болса, оған көңіл бұру керектігін, қажет ететіндігін біз бұны алдында айтқан болатынбыз. Бұл жерден «Уал-лейли ида яғша» Аллах Таала ант етілген бірінші түнімен оның қараңғылығы басқан сәтте. Осы мезгілмен Аллах Таала ант етеді. Яғни яғша өзі жауып қалу. Яғни түнмен түннің жапқан уақытысы. Түн ішінде өзінің қараңғылығымен бір жауып қалады. «Уан-нахари ида таджалла» күндізбен оның жарығы толастаған сәтте деп береді. Яғни күндіз келген кезде ол жаңағы жарығы молая бастайды. Таджалла дегеніміз бір нәрсенің көрінуі деген келеді. Өйткені күндіздің бұлай көрінуі, жарық болды деп аталғаны түннен кейін бұл шығып көзге көрінеді. Күндізбен ант етті Аллахқа, түнмен, күндізбен. «Уама халақад закара вал унса» және де жаңағы burada Аллах Таала өзінің бір екі тәпсірі бар, ғалымдар арасында кең тараған, және одан да басқа тәпсірлерді айтады. Біз екеуіне тоқталып кетейік. Бір жерде «Уама халақад закара вал унса» деп, осы ма деген нәрсеміз араб грамматикасында маусула деп келеді, мастария деп келеді. Соған байланысты маусула дегені ер кісіні және әйел кісіні жаратқан Аллахпен ант етіледі деген мағынасы бар деген ұғымдар болған. Және де біреусі жалпы ер кісінің әйел кісінің жаратылысымен ант етіледі деген мағына береді дейді. Өйткені бұл да үлкен заттардың біріне келеді екен. Енді қараңыздар, Аллах Таала үш нәрсемен ант етті. Үш нәрсемен, бірінші. Жалпы түнмен, оның қараңғылығы басқан сәттегі, күндізбен, оның жарығы молайған сәттегі, және ер кісі, әйел кісінің жаратылысымен ант етті. Аллах Таала. Бұл жерде үш ант бар. Осы қараңыздар, енді біз осы аяттың барысында бір қызық нәрселер жолғамыз. Осы неше шартқа маңыздар, ант үшеу екен. Түн, күндіз, ер кісі мен әйел кісінің жаратылысы. Бұл бір екінші ұғынатын мағыналарымыз, бұл жерде бір-біріне Аллах Таала бір жаңағы мағынасы қарама-қайшы сөздермен ант етті. Антоним сөздермен. Түн, оның антонимі не болады? Күндіз.
ер кісі, антонимі әйел кісі деген сияқты осындай бір жаңағы бір-біріне қарама-қайшы заттармен ант еткендей болады. Осы бір тұсын сәл есте сақтасаңыздар, өйткені келесі аяттарды түсінуімізге оның жәрдемі болады. Яғни бірінші айтайын дегеніміз, Аллах Тағала үш нәрсемен ант етті: түн, күндіз, ер кісі мен әйел кісінің жаратылысы. Екінші айтайын дегеніміз, Аллах Тағала соны бір-біріне қарама-қайшы дүниелермен ант етті: күнмен, түзбен, еркекпен, әйелмен деген сияқты бұлардың жаратылысы бөлек деп келеді. Енді ант етілгеннен кейін не нәрсе айтылайын деп жатыр екен? Айтылайын деп жатқан нәрсе инна сa'яkum лашатта, сендердің, яғни ұмтылыстарың, жалпы адамзат баласына қарап сөз жатыр. Сендердің ұмтылыстарың әр түрлі дейді да. Әр түрлі деп келеді екен. Жалпы араб тілінде сa'ю біз енді ұмтылыс, іс-әрекет деген мағына береміз, бірақтан оны жалпы ғалымдар сa'юны түсінеді, амалу би қосдин деп келеді да. Бір мақсатпен істелген істі сa'ю деп атайды. Құр бейберекет тірлік емес, сен бір тірлікті істедің, ол сөз болар, ол іс болар, бір әрекет болар, соны мақсатпен істедің, мақсат түрде. Су іштің, шөлім қансын деп, тамақ жедің, қарның тойсын деп, туысқаныңа бардың, қарым-қатынас дұрыстайын деп, әке-шеңе сәлем бердің, оған жақсылық жасайын деген сияқты, жұмыс істедің, халалдан кәсіп қылайын деген сияқты мақсатпен істеген осының бәрін сa'ю, ұмтылыс дейді. Іс-әрекеттер. Сендердің іс-әрекеттерің әртүрлі дейді. Бұл жерде түсіндіріледі кейін, жалпы іс-әрекет өте көп, әр адамның ұмтылысы әртүрлі. Енді өзбек халқында мақал бар ғой, әр кәлләлі бір хиял дейді, әр баста бір өзі бір арман бар дейді. Жүреді, соны армандайды деп жүреді. Бірақ кей кезде бір күн бұл жерде енді шатта деген, әртүрлі деген, біз енді қазақша аударатымыз, бұл арабтың шатитун сөзінен шыққан. Шатта көпше түрі. Бұның шатитун сөзінің өзі маридун, марда деген сияқты. Сонда бір нелер бар, маридун ауру, марда аурулар деген сияқты. Бұл жердегі шатта көп, сендердің батқанда ұмтылыстарың өте көп деген сөзді. Түрлі және өте көп. Бір күннің ішінде адам бірнеше ұмтылысты ойлап кетеді. Бір күннің ішінде бірнеше ұмтылыстарға ұмтылады. Бұл біріншіден. Екінші, ал негізге бұл жердегі ұмтылыс, әртүрлі деп жатқан ұмтылыс аяттың басында түсінікті болады. Ол Құдайға иман келтірген адамдардың ұмтылысы менен Құдайға иман келтірмеген адамдардың ұмтылысы екі бөлек деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Екі бөлек. Адам Аллахқа иман келтіргеннен кейінгі сөйлейтін сөзі басқаша болады. Адам Аллахқа иман келтіргеннен кейін істейтін тірлігі басқаша болады. Иман келтірген адам сөз басқаша болады, сөйлейтін сөз басқа, оның ұмтылысы да басқа болады. Өмірдегі мақсаттар мүлдем басқа болады. Екі бөлек болады. Сол үшін біздің іс-әрекетімізге жүрегіміздегі иманымыз әсер етеді екен. Иманың қандай болса, әрекетің сондай. Яғни адам ақидасымен өмір сүреді, түсіңіздер ғой? Кімнің көкірегінде қандай ақида, оның өмірі сондай. Болды. Сол күйінде жүреді. Егер біреу десе, Алла жоқ, ақырет жоқ, тозақ жоқ, жәннат жоқ десе, ол осы өмір үшін ғана өмір сүреді, болды. Басқа түк жоқ. Бірақ оның бүкіл өмір сүрі ұтылысқа кетіп бара жатыр да. Өйткені ол бәрі өліп қалады. Дүниені мақұл енді, осы-ақ өмір бар, дүниені жинасын. Өлгеннен кейін өзін алып кетпейді ғой. Мейлі бір байлыққа жетсін, мейлі билікке жетсін. Өлгеннен кейін сол басқарып отыра бермейді ғой, дұрыс па? Оның өмірі өлуменен бітеді, арманы да бітеді, бәрі де бітеді. Сол күйінде кетіп қалады. Ал мұсылманның арманы кеңірек, оның қарай жалғасады. Оны Раббысының ризалығына дейін. Ақыреттегі, бұдан да мәңгі болған дүниеде ақыретте жасқа жетуді армандады екен. Енді бұл жерде айтып кеттік. Жоғарыда біз айтқан едік, Аллах Тағала үш нәрсемен ант етті деп, және де Аллах Тағала бір-біріне қарама-қайшы дүниелермен ант етті дедік. Түн, күндіз, ер кісі, әйел кісі. Түн деген күндізге емес, ол бөлек. Еркек деген әйел емес, ол бөлек дүние. Яғни әрбір антоним өзінен бөлек дүние. Жақсы деген жаман емес. Тура сол сияқты сендер ұмтылыстарың әр түрлі дейді. Жақсылыққа қарай ұмтылған нәрсеменен жамандық ұмтылыс екеуі бірдей емес. Яғни мұсылман адам мен мұсылман емес адам бірдей емес. Екеуінен адам деп айтамыз, бірақ екеуінің тірлігі бірдей емес. Ертең екеуінің бұл өмірде жететін жақсылықтарыменен, бұл өмірде жететін жаңағы өздерінің талаптарыменен ақыры жететін нәрселер бірдей болмайды. Аллах Тағала Құранда ол жайында өте көп айтады. Ла ястави асхабун нари ва асхабул жанна, асхабул жаннати хумул фаизун. Дозаққа түсетіндер мен жәннатқа кіретіндер тең емес дейді Аллах Тағала. Тең емес дейді. Жәннатқа кіретіндер ұтатындар солар болады.
Сол үшін қазір біреу ойлауы мүмкін, намаз оқып жүр, не бітірді? Жұмыс ғой бізде, қарымыз тоқ, біздің де көйлегіміз бүтін, намаз оқытқан жоқпыз. Теңмін деп ойлауы мүмкін. Жоқ, тең емес. Тең емес. Алла Құранда да «Афанаж'алул муслимина кал мужримин ма лакум кайфа тахкумун». Біз Құдайға иман келтіріп, Аллахтың айтқан істеген адамдар мен Құдайға айқасымен күнәһар болғандарды тең қылады деп ойлай ма дейді. Не болды сендер? Қалай ойлайсыңдар дейді. Қалай күн бересіңдер сендер? Жоқ, тең емес. Сол үшін мұсылман адам иман келтірген, мұсылман емес адам, иман келтірген адам жағдай екі бөлек дүние. Қалай тең болуы мүмкін? Бір адам түннің ортасында өзінің әйел бала шағасын тастап, бір көшенің бойынан жезөкше қызды алып, саунада ақшасын төлеп, онымен күнә жасап жатқан адамменен мына жақта дәретін алып, 2 рәкат намазға тұрып, Аллахқа алақанын жайып, Алла, кешіре гөр деп жатқан адам қалай? Екеуін түрлі. Мынау күнә істеп жатқан адам Аллахтан не үміт алады? Мына намаз оқыған адам не үміт етеді? Екі бөлек нәрсе. Сол үшін күн мен түн екі бөлек дүние болған сияқты, мұсылман адамның тіршілігі менен мұсылман адамның тіршілігі екі бөлек дүние. Сыртқы формасымен алданып қалмауымыз керек. Бұнда бас бар, бұнда бас бар, бұнда қол бар, бұнда қол бар, бұнда көз бар. Екеуі бір ғой деген нәрсе жоқ. Екеуі бір емес. Яғни олардың ұмтылыстары әртүрлі болады екен. Енді ары қарай аят жалғасады. Сендердің ұмтылыстарың әртүрлі дегеннен кейін енді түсіндіреді. Біз айттық ұмтылыс көп. Дүнияви ұмтылыс бар, ақыреттің ұмтылысы бар деген сияқты мақсат бар, басқа көп нәрселер болады. Ал енді негізгі ұмтылыс бұл Аллахқа байланысты иман келтіру, келтірмеу, Аллахтан келген дінді қабылдау, қабылдамау, Құранды мойындау, мойындамау, Аллахтың жіберген елшісін растау, растамауға байланысты адамдардың несі? Ұмтылыстары, яғни әрекеттері бөлек болады. Одан арай Аллах келтіріп алады, мысалын келтіре бастайды. Сендердің әрекеттерің, ұмтылыстарың әртүрлі деген екен, Аллах айтады: «Фәәммә мән әъта ваттақа». Енді кім дейді? Әъта берсе, ваттақа және тақуалық қылса, Құдайдан қорықса. Уассаддақа бил хусна, және хусна деген жақсы деген сөз. Жақсы нәрсемен, өте жақсы. Бұл арабтың ахсан деген, бұл айтқанда жақсы деген сөздің әйел тегінде келгені хусна. Өте жақсы нәрсеге растаса деп келеді. Үш нәрсені айтты. Біріншісі берсе, нені берсе? Тәпсірлер келеді, яғни садақа берсе, мұқтаждарға берсе деген сияқты. Бірақ бұл тек қана садақаны қамтымайды. Бұл бүкіл Құдайдың оған берген кеңшілігіне өзгелерге жақсылық істей білсе деген сөзді түсінсіздер ме? Аллах Тағала оған дүние берген, жомартты қылып кедей-кепшікке береді. Аллах Тағала оған ақыл берген, біреуге ақыл кеңес айтып тура жолға салады. Аллах Тағала оған денсаулық берген, біреуге көмектесіп жолдан өткізіп басқа атына мінгізіп жібереді деген сияқты. Біреудің шелегін көтеріп береді деген сияқты. Біреуге ілім берген, ілімді Аллах жолында таратады деген сияқты іс-әрекеттер істейді. Аллахтың оған берген жақсылығынан адамдармен бөліседі. Басқа жақсылықтар жасайды. Өйткені Құранда келеді: «Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк». Аллах саған қандай жақсылық істеген болса, сен де сондай жақсылық істе дейді. Сен сондай жақсылық істе дейді. Біріншісі берсе, беру қасиеті. Сол үшін бір нәрсені естен шығармайық. Кез келген адамның қадірі оның ие болған затымен өлшенбейді. Сол ие болған затынан бере алған затымен өлшенеді. Түсінікті болушы айтайын. Күн ненің иесі? Оттың иесі, дұрыс па? Күн оттан тұрады, үлкен от. Ондағы градусты ойласаң қорқатын от, Оттан тұрады, бірақ күннің қадірі от болған үшін емес. Күннің қадірі жермен бізді жылытқан үшін, түсіндіңіздер ме? Біздің күндізімізді жарық қылып, жерімізді жылытып, сол жылуменен шөп, шалаң, тал, дарақ өскен үшін. Сол үшін күн қадірлі. Сол үшін адамда пәленше миллиардер, құны жоқ, қадір жоқ. Пәленше миллионер, қадір жоқ. Бірақ сол миллиардтан, миллионнан жетім, жесірге көмектесетін болса, міне қадірі бар. Яғни адамның жиғанымен қадірлі болмайды, бергенімен қадірлі болады. Сол үшін Аллах айтып жатыр burada: «Фәәммә мән әъта», кім берсе, Құдайдың бергенінен бере алатын болса. Сол үшін пәленше қары, Құран біледі, пәленше шейх, пәлен бір айтса, пайдасы жоқ. Егер сол Құранын елге түсіндірмесе, егер ілімін елге таратпаса.
сол ілімменен жақсылық жасамаса, пайдасы жоқ оның шейх болғанына. Яғни бұл жерде берсе дейді. Берсе, беруменен артық болады. Сол үшін баршамыз білеміз, ана қиссаны пайғамбар саллаллаху бізге келтіріп кеткендей, ilgari қауымда пайғамбардың жақын дәуірде болған ғой. Христиан қауымдар ішінде біреулер Аллахқа серік қосып, мұсылмандардың бір Аллахқа сенетін бәрін қырып, жойып, өлтіріп, патшалықтан қуып, жаңағы залым патша бір сиқыршыны ұстайды. Сол сиқыршының несі арқылы өзінің құдай екенін елге дәлелдегісі келеді, елді өзіне табындырады. Сөйткен кезде бір үлкен ғалым кісі қашып үңгірге барып тығылады. Сөйткен кезде сиқыршы қартайып өлетін болады. Айтады, патша айтады, бір баланы, қабілетті балаларды жина, емтихан қылайық, ішінен біреуін таңдайық та, өзім бүкіл сиқырымды соған үйретейін. Мен өліп қалсам, сол арқылы саған көмектеседі, осы патшалық құлап қалмау үшін. Елді сиқырмен алдап дейді. Сөйтіп балалардың бәрін жинайды, ішінен бір баланы таңдап алады. Ол бала болса, жаңағы үңгірге барып тығылып отырған мұсылман ғалымына жолығып қалады. Одан дін үйрене бастайды. Дін үйрене бастайды тығылып жүріп. Бірақтан оны ешкім білмейді. Өйткені ол ғалымды біліп қойса өлтіріп тастайды. Жаңғыз қалған ғалым сол. Елдің бәрі қорыққан, бұққан, қашқан, ешкім қалмаған. Білем деген бәрін басын шауып тастаған. Бұл үңгірде отыр. Құдайына құлшылығын істеп жатыр. Мына бала Аллах Тағала келіп қалды, өте қабілетті бала келіп қалды. Оған дін үйретті, ол бірден қабылдады. Оған таухид үйретті, ол бірден қабылдады. Аллахты, дозақты, жәннатты ол бірден қабылдады, бәрін түсінді. Бірақ бала айта алмайды. Ол шейх айтты, қария кісі, елге мен туралы айтпа, мені білсе өлтіреді деді. Сонымен жүрді. Бірақ енді қарасақ, ол баланың өмірінде әке-шешесі бар, патша бар, сиқыршы бар, ғалым бар, бірақ ғалымның бар екенін ешкім білмейді. Бала ғалымның алдында өткізген сағаттарын ешкім білмейді. Енді бала осы сағаттарға жоқ өткенге сиқыршы, сен неге кешіп келдің менің сабағыма? Деп ол ұрсады. Үйіне кешіп қалса, сен неге кешіп? Әке-шешесі ұрсады. Бала айтады, ғалымға не істеймін дейді. Сонда ғалым айтады, сиқыршыға барсаң, айт, әке-шешем жібермей қойды де, әке-шешем кешіктірді де, әке-шешеңе барсаң, сиқыршы кешіктіріп айт дейді. Ортада ғалым білмеу керек. Уақытты жау керек осылай. Сөйтіп жүрген кезде Аллахтың қалауымен бұл жас бала, ол ғалымның бүкіл ілімін алып кеткен жоқ. Ол жас бала бір күні елдің арасына жүріп, яғни Аллахтың қалауымен бір үлкен жануар елдің жолына жатып алған, беймәлім жануар. Соны жаңағы бисмиллах деп ұрған кезде жануарды өлтіріп, елге бір жақсылық жасайды. Сөйтіп жаңағы патшаның қасына жүрген соқыр уәзірінің көзін жазып жібереді, Аллахтан жәрдем сұрап, сөйтіп жақсылық жасай бастайды. Яғни дін тарата бастайды. Осы дін тарата бастаған кезде ғалым балаға не деп айтады? Хадисте келеді. Риядус салихинде антали яума аула минни. Балам дейді. Бүгін дейді, сен менен артықсың дейді. Сен менен артықсың дейді. Неге? Ілімің көп деп айтты ма? Жоқ. Ілімін бере бастады да, түсіндіңіздер ма? Ғалым үңгірде отыр. Мұна халыққа бере бастады. Оның бергені бір бала, баланың бергені 1000 адам. Түсіндіңіздер ғой? Сол үшін адамдағы қадір ие болған нәрсесін емес, жаттаған хадис, Құран, қалтадағы ақша, қымбат киімге емес, оның қадірі сол ие болған нәрсесінен Аллахтың разылығын табамды бере білгенінде. Сонда Аллах Тағала айтады, бірінші қасиеті не екен? Беру. Екінші, уаттақа, қорықса Құдайдан. Аллахтың шариғатымен жүру. Тақуалық, бұны алда түсіндіргенбіз, тақуалық дегеніміз тозаққа түсіп кетпеу үшін Аллахтың істе деген нәрсесін істеп, тыйыл деген нәрсесін тыйылуды тақуалық дейді. Яғни сақтану құралдарын жасау. Құдайдың бергеннен берсе, өзгелерге жақсылық істесе, бұл өзгеге деген жақсылық. Екінші, қорықса, өзіне деген жақсылық. Уассаддақа бил хусна, және хусна деген өте жақсы нәрсені растаса. Енді осы жақсы нәрсе дегенге келейік. Не нәрсені растаса? Оны шын деп айтса. Бұл жердегі бірнеше тәпсір келеді. Біреусі айтады, калиматун тайибатун, яғни ла иляха иллаллах деген сөз дейді, жақсы сөз. Бір айтады, шахада, ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна мұхаммадан сөзін растаса дейді. Бір айтады, Аллахтың сөзін растаса, және оның елшінің сөзін растаса дейді. Аллахтың айтқан ақиқат, пайғамбардың айтқан ақиқат, не нәрсе оған қарама-қайшы келетін болса, қабылдамаймын, Аллахтың сөзі ақиқат деп айтса. Бір несі. Енді біреу келеді, өзінің істеген, Аллах үшін істеген істеріне Құдай Тағаланың сауап беретіндігіне сенсе дейді. Бес сауап. Саддақа бес сауап. Бұлдаған да дәлелдер бар. Өйткені адам құлшылық істеген кезде Аллах астындағы сауапты ұмытып істейді. Қайсы келеді ғой?
Ман сома рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби. Кім Рамазан айының розасын ұстаған болатын болса, иманмен және ихтисабан сауабын үміт етіп. Аллах осы құлшылыққа сауап берем деген, сол сауапқа жеткім көрін деп саса, оның күнәсі кешіріледі деген. Бұл жердегі, яғни Аллах тағала өзіне иман келтірген пенденің істеген ісі үшін үлкен сыйлықтар әзірлегендігіне сенсе, бір мағынасы. Ал енді бір мағына бар, бәрін қамтып кетеді. Сауабыңды да, кәлима тайибаңды да, кәлима шахадаңды да, бүкіл жасқан кеткен ол сөзді ғалымдар айтқан. Саддақа бил ақыретке растаса дейді. Ақырет рас десе дейді. Жәннат рас десе. Ол жайында аяттар бар, лилладина ахсану, яғни Аллахтың алдында құлшылығын сондай ихсан дәрежеде, кәміл дәрежесінде орындағандарға әл-хусна, жақсы нәрсе беріледі дейді. Тәпсірде келеді, әл-жәннат, жәннат беріледі дейді. Ва зияда артығы Аллахтың дидарын көру. Яғни бұл адам ақыретке сенсе дейді. Бұл өте маңызды. Бұл өте маңызды. Бұны естен шығармаңыздар, өйткені Құранды жиі оқуды сіздерден сұранамыз. Қандай бақытты адам, Құран оқып жүрген адам, қандай бақытты адам, Құраннан алыс болған адам. Қазір шынымен біздің заман сондай заман, сауатсыз адам болды деп айтпаймыз ғой. Субханалла, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху заманында сахабалардың басым көпшілігі әріп танымайтын еді. Басым көпшілігі әріп танымайтын еді. Мұсылмандар мен мүшриктердің арасында соғыс болған кезде, мүшриктерден тұтқынға түскендер ішінде сауатты адам бар болатын болса, олар 10 сахабаға әріп үйретсе, босатып жіберетін. Зәру болған, әріп тануға. Біздің заманымызда әріп танымайтын адамды табу қиын. Ол кезде әріп танитын адамды табу қиын болады, не? Бірақ сол әріп танымайтын сахабалар мына Құранды бізден жақсы білген. Әріп танитын мына заманда Құранның әлі не екенін білмейтін адамдар бар. Ағылшынша біледі, орысша біледі, қазақша біледі, қырғызша біледі, өзбекше біледі, тағы да біледі, бірақ Құран білмейді. Субханалла. Білмейді. Жарайды, ағылшынша үйрендің. Не үшін үйрендің? Енді ертең жер бетінде кең тараған тіл ағылшын тілі, сондықтан нан тауып жеу үшін, дүние үшін екен. Орысша үйрендің. Не үшін? Енді жүрген ортаның бәрі орысша сөйлеп жатыр, сондықтан орысша мектепте үйретілді, соны үйрендің. Жарайды, дүние үшін екен. Осылай тіл сұрасақ, дүние үшін, Алла үшін, ақырет үшін Құран үйренуге қашқан жоқ. Жарайды, арабша үйрене алмасаң, онда сен білетін әріпте бұл аударылған ғой. Қазақ тіліне аударылды ма? Аударылды. Орыс тіліне аударылды ма? Аударылды. Ағылшын тіліне аударылды ма? Аударылды. Жер бетінде қанша тіл бар, бәріне аударылды. Бірақ оқитын адам қайда? Қайда олар? Олар адам нені көп оқиды, соған қарап бағаласа болады өзінің кім екенін. Адам өзін соған қарап бағаласа болады. Осынша өмір сүріп, тіл біліп, газет оқып, журнал оқып, саясат біліп, спортсменнің атын біліп, батқанда президенттің затын біліп, әр елдегі бүкіл нәрсені біліп, бірақ Құран туралы ештеңе білмей өтіп кетті. Өкінішті жағдай болып келеді екен. Сол үшін бұл жерде Құранды мұқият оқыған адамдар мына нәрсені байқайды, айтайын дегенім. Құранды оқып отыратын болсаңыздар, көп аяттар ақырет, тозақ, жәннат, өлім, қабір, қылкөпір, амал дәптердің беруі, оны оқуы, періштелердің ертең сұраққа алып баратындығы, қияметтің ахуалдары деген сияқты аяттар өте көп. Бұл өте маңызды. Өйткені тіпті мұсылманмын деп жүрген адамдардың өзінде кей кезде болуы мүмкін. Таң намазына что-то мен тұра алмай жүрмін. Мен что-то былай айтқанда мешітке баруым сиреп кетті. Құран оқысам ұйқым келеді. Телевизорда азанға дейін көре аламын. Бір уағыз аяғынан тыңдаған кезім жоқ. Деген бір арыз айтатын кісілер кездесіп қалады, анда-санда. Бәрі емес шығар. Бұның не себептен деген сұрақ қояды. Намазынан ләззат таппай жатырмын. Баяғыда намаз оқыған кезде рахаттанушы едім.
ләззаттап қоя жатырмын дейді. Бұның себебі ақырет туралы ойлаудың азайғандығынан. Алла Құранда айтады: "Ва иннаха лакабиратун илля алал хашин." Бұл намаз шын ықылас танытпағандар үшін ауыр бола бастайды дейді. Кім олар ықылас танытқандар? Аллазина yazunнуна аннахум мулақу раббихим. Оларда ешбір күмән жоқ, ертең Құдайға жолығатындығын. Ва аннахум илайхи ражиун, ертең Құдайға қайтатындығын. Ақыретті көп ойлайтындар. Сол үшін пайғамбар сендердің жақсыларың, ақылдыларың өлім мен ақыретті көп ойлағандарың деп айтқан сол да. Оны ойлаған кезде құр нәтижесі нәрсе болмайды. Ойладың ба, Құраннан терең түсіне бастайсың. Ақыретті көп ойласаң. Ілім саған көп кіру үшін тозақ жәннатты ойлау керек. Намаз жеңіл болсын, тозақ жәннатты ойлау керек. Мен будильник бір кісі айтқан сияқты, осы бауырлар болады, мен бір сұрақ қойайыншы деп едім сізге деп. Бір кісі сұрақ қойған еді Дидар екеумізге отырған кезде. Мен де бір сұрақ қойайыншы деп едім, намаз бастадым, осы біраз уақыт болды. Бірақ елдер айтсам, таң намазына рахаттанып тұрып тұрамыз, үйтеміз, бүйтеміз, жаяу мешітке барамыз дейді, анау мынау дейді. Бірақ маған осы таң намазына тұру деген енді жасыра алмаймын ғой. Бір проблема. Тұрмауға қорқам, тұру деген маған проблема дейді. Мен таң намазына тұру үшін дейді, бір соткамды аламын да будильник қойып, оны апарып кухняға апарып тастаймын. 2 соткама будильник қоямын да, оны залға апарып тастаймын. Бірақ та үйдегі сағатты қоямын да, оны ана жаққа апарып қоямын. Тағы бірдеңе істеп сөйтіп бірнеше нәрселерді қойып, сонда ойым ана шылдырлап жатқан біреуіне тұрмаса екіншісіне тұрамын, екіншісіне үшіншісіне тұрамын. Бұл кезде ананы барып өшіру үшін кухняға барып, ана үшін залға барып сөйтіп жүрген кезде ұйқым ашылып кетеді деген ойменен сөйтіп жорға дегенде сөйтіп қойып жатамын дейді. Ол ештеңе емес дейді. Телефон шылдырлайды. 1 сотка, 2, будильник шылдырлайды. Олармен қосылып әйелім бақырады дейді. Өшірсейші ма? Өшірсейші деп айтады. Сөйтіп енді әйелім сөзінен өзім әйелім ғой деп тұрмай жатқан кезде ана жақтан қыздарым айтады: "Папа, надоел" деп айтады. Сосын жорға дегенде сүйретілемін. Мына ғұсыл деген нәрсе елдер рахаттанып кеткен. Мен ғұсылдан қорыққаннан әйеліме жолмайтын болдым. Яғни қиындап барады. Не себептен? Уассаддақа бил хуснасы төмендеп кетеді. Ақыретті растау үшін. Бұл өте маңызды бағыттар. Өте маңызды. Мұсылман адам көп ойлайды. Бір мұсылманды кәпірлер сабапты да, сені өлтіреміз десе, ол күледі дейді. Немене күлесің десе, сен маған бір рет өлтірем деп айтқанға қорқып қалады деп тұрсың ба? Мен күніге өзіме 10 рет айтамын. Bir күн өлесің. Өйткені уақыт, өмір өтіп кетеді. Субханалла, қараңыздар. Кім берсе, тақуалық қылса, және растаса. Растаса не екен? Аллахтың сөзін, елшінің сөзін, таухидты, жәннатты, тозақты, ақыретті растаса. Не болады? Оған жеңіл нәрсеге жету жолын оңайластырамыз дейді. Оңайластырамыз дейді. Тіршілігі жеңілдей бастайды. Яғни сенің намаз саған жеңіл болу үшін басқа жеңіл осы істерді істеу керек болады екен. Сонда жеңіл болады. Алла Құранда солай айтқан. Кім Аллахтан қорқып шығатын жолды алып береміз, біз оның істерін жеңілдетеміз деген. Істерін жеңілдетеміз дейді. Ілгері сәләф ғалымдар не дейді? Проблема көбейе болса, тақуалықты күшейте бастаймыз дейді. Проблемадан шығу үшін дейді. Олар өйткені Аллахтың қолында екенін біледі. Бұл нәрсе. Яғни оның ісін айтқанда жеңілге бару жолын жеңілдетеміз дейді. Сонда өмірде көптеген жеңілдік осы нәрсемен келеді екен. Қараңыздар, жоғарыда айтқан Аллах тағала бір-біріне қарама-қайшы дүниемен ант етті деді ме? Күндіз түн. Еркек әйел. Еркек пен әйел бөлек деген сияқты. Олайса закару калунса дейді, еркек әйел сияқты емес дейді. Еркек болу керек, әйел болу керек. Сол үшін еркек адам әйелге ұқсаймын десе, әйелге ұқсап киінем десе, әйелге ұқсап боянам десе, оған лағнет болсын деген. Сол сияқты әйел адам еркекке ұқсаймын десе, еркек ұқсап киінемсе, оған лағнет болсын деген. Әйел болу керек, еркек болу керек. Әйелді шариғатта құрметі жоғары, ал еркектің дәрежесі жоғары. Оны есе шағымайды. Еркек пен әйел тең деп
айтқыңыз келеді ғой? Жоқ, еркектің дәрежесі жоғары. Бірақ сол өзінің дәрежесін түсінген еркек болсашы шіркін. Соны Құдай сондай қадір бергендігін түсінсеші. Өз қадірін төмендетіп түсірместен. Еркек болғаннан кейін еркек болып жүру керек. Тіпті ол нәрсе өзіміздің қазақтың мақалында да көреміз. Алтын басты әйелден не деп келеді? Бақыр басты еркек артық деп айтып жататын жерлерде бар екен. Оның азды көпті мағынасының сәйкестігі де осыдан көреді екенбіз. Яғни күн мен түн тең болмайтын сияқты, еркек әйел тең болмайтын сияқты, Құдайдан қорыққан адам менен Құдайдан қорыққан адамның тіршілігі дұрыс емес, тең емес. Екеуі тең емес. Бұл бір. Екінші, қанша ант бар дедім? 3 ант. Иә? Түн, күн, еркек пен әйелдің жаратылысы. 3 ант бар. Ең арда 3 тірлік айтылды. 3 анттан кейін 3 тірлік айтылды. Беру, қорқу, растау. Құдайдың берген нәрсесінен өзгеге жақсылық істей отырып беру. Ертеңгі күннен қорқып, Аллахтың шариғатымен жүру үшін тақуалық көрсету, және қияметтің күнін растау. Ол жақта біреу жәннатқа, біреу дозаққа түсетін растау. Осы 3 нәрсе істелінсе, адамның өзі де түзеледі, ол сүрген қоғамда түзеле бастайды. Қай қоғамда жомарттық кетсе, адамдарда бәрі сараң болып шықса, қай қоғамның адамдарында тақуа адамдар азайса, Құдайдан қорқатын адамдар. Қай қоғам ақыретті ұмытса, ол қоғам жақсы қоғам деп ойламай-ақ қойсаңыздар болады. Ол өте нашар қоғам. Сондықтан адамның да қоғамның дұрыс болуы осы 3 нәрсеге негізделген. 3 анттан кейін осы 3 нәрсе айтылды. Бұл енді мұсылманға қатысты істер екен. Бұл осы нәрсе істесек, біздің ақыретіміз де оңайластырылады, және дүниеміз де оңайластырылады. Мұсылман дүниесі де оңайластырылады. Ибн Хаджар Ал-Асқаланиге байланысты келтіретін бір қисса бар, ғалымдар жиі келтіреді. Бұл ислам ғалымдар ішінде үлкен ғалымдардың бірі болып келетін. Енді оның көптеген еңбектері бар, көптеген кітаптары бар. Хадис ілімінде өте болған қазы болған кісі. Сол қазы болғаннан кейін, енді ол дәуір мұсылмандардың бір билікте болған, мұсылмандардың сондай бір жақсы күйде өмір сүріп жатқан кезеңі. Бұл кісі қазы болған еді. Қазы болғаннан кейін бір күні өзінің күймесінде оны әкетіп бара жатыр дейді. Қасында нөкерлермен, басқамен керемет күйде, үстінде жақсы таза киім киген жаңағы әкетіп бара жатса, сөйтсе сол бір базардан өтіп барған кезде бір еврей кісі бар екен, Заият деп қойды, май сататын адам енді үсті май болып жүреді ғой. Жаңағы оның жағдайы төмен, оның жағдайы онша емес екен. Сөйтсе күймен алдынан жүгіріп барып тоқтатты дейді. Енді ана кісіні таниды ғой Ибн Хаджар Ал-Асқалани. Ей, мұсылмандардың шейхі, мен бір сұрағым бар саған депті. Жауап бере аласың ба депті. Жақсы, қой депті. Сендердің пайғамбарлар айтқан екен ғой. Ад-дүния сиджнул муъмин, мына дүние мұсылманның түрмесі. Ва джаннатул кафир, кәпірдің жәннаты деп. Осындай сөз айтқан екен ғой пайғамбарымыз. Иә, айтқан. Рас сөз. Бұл сахих хадис негізі, Муслимде екен. Иә, солай деп айтқан депті. Енді сен қараш, пайғамбардың айтқан сөз дұрыс емес қой. Сені қараш, қандай жақсы таза киімде, керемет күймеде, қасында нөкермен кетіп баратсың. Мені қара дейді. Май, бейшара, жүрмін дейді. Қайсы дұрыс сонда пайғамбардың сөз? Сен жәннатта жүрсің ғой, мен емес дейді. Мен бейшара болып жүрмін дейді. Сонда Ибн Хаджар Ал-Асқалани айтқан екен. Менің дәл осы күйіммен сені қызықтырып тұрған күйімменен, нөкерімменен, осы киімменен депті да. Ертең Аллах Тағала мұсылмандарға уәде еткен жәннатына кіретін болсам, мына өмір маған осы күйімде тозақ сияқты болып қалады деп. Осында өмір сүріп тұрған қызық ма деп айтқан. Ал сенің мына бір бейшара халіңменен тозаққа түсіп кетсең, мына дүние саған жәннат болып қалады деп. Жәннат айды маған қастан келген. Дым емес мына дүние. Дым емес. Бір бауырымыз айтқан сияқты, Аллаға жақындаған сайын дүниенің құнын түсінесің дейді. Алладан алыстаған сайын дүние саған ұлы бола бастайды дейді. Яссаду фиссама деп Құранда аспан көтеріліп бара жатқан сияқты, көкірегі тарылады деген сияқты. Иә, кәпірді көкірегі тарылады. Болмаса жалпы алатын болса, мына жер, жер. Сен жерде жүрсең, саған бір кең сияқты, мына қандай үлкен бөлме деп отырамыз. Бірақ сәл жоғарыға шықсақ, бір этажа, 10 этаждан қарасақ, қарағанды алақанында тұрған сияқты деп айтасың. Бірақ та самолетте кетіп бара жатсаң, мынау деген қандай жер кішкентай екен ғой дейсің.
космосқа шыққан адам ғой, шарик сияқты болады. Дұрыс па? Жоғарылаған сайын, Құдайға жақындаған сайын дүниенің құнсыз екенін түсінесің. Құдайға жақындаған сайын дүниенің құнсыз екенін түсінесің. Сол үшін Абдулла ибн Аббас айтқан сияқты, егер бір мұсылман өмір сүрген болатын болса, ол мұсылман ең керемет жағдайда өмір сүрсе, қарны тоқ болса, қайғысы жоқ болса, көйлегі көп болса, жеген тамақ алдында болатын болса, қалаған әйел үйленген болатын болса, өмірден сондай рахат күйде өзі мұсылман болып өліп кетсе дейді. Сосын жәннатқа кірсе дейді, ол адам айтады дейді, мен түкке неменеге қызыққам. Вообще мен бейшара өмір сүріппін ғой. Түк көрмеппін ғой деп айтады. Ал кәпір адам дейді. Бейшараның бейшарасы ауру болса, тісі қақсаса, аяғы ақсаса, көзі көрмесе, құлағы естімесе, жеген тамағын ішіп іше алмаса, жей алмаса, сонда ұйықтатпайтын ауруға, ұйықтатпайтын ауруға душар болса дейді. Осы ауырды. Сөйтіп пәленбай жыл өмір сүріп, адам мұқтаж болып өліп кетіп тозаққа түссе дейді, мен жәннатта жүрген екенмін ойлап қалады екен. Сол өмірді өмір бойы келісуге дайын болатын. 1000 ғасыр сондай мүгедек болып өмір сүруге. Сол үшін шынымен де дүниенің өзінде Алла Тағала мұсылманға осы 3 нәрсе істесе жеңілдетеді. Қайсынан осы 3 нәрсені істеген болатын болса, Құдайдың бергенінен адамдарға жақсылық жасай алатын болса, Құдайдың нығметімен бөлісе алатын болса. Екіншісі, Құдайдан қорқып өмір сүрсе, Аллахтың халал дегенін халал қылып, харам дегенін харам қылған болатын болса. Үшіншісі, ақыретті растаса. Онда ол адамның ісі дұрыстала бастайды. Сол кезде ісіне жеңілдік келеді. Сол кезде оның проблемалары шешіле бастайды. Басқа жол жоқ. Енді екінші, бұл мұсылман еді. Сендердің істерің әртүрлі деді ғой. Мұсылманның ісі мынандай, мұсылман еместің ісі мынандай деп. Енді екінші адам сипаттайды. Екінші адам қандай екен? Уа амма, енді бір адам. Мән, бір адам дейді. Бахила, бақылдық қылса, сараңдық қылса. Вастағна, бір мағынасы дүниені іздесе, дүниенің соңына түссе. Екінші мағынасы, енді болдық деп. Мен Құдайдың дініне мұқтаж емеспін. Енді бәрі нормально ғой. Жұмысым бар, үйде телевизор тұр, пультым бар, көрім. Не аламын мен мешітке бар? Мына молда сен маған ақыл айтайын деп тұрсың ба? Не айтасың сен маған? Деген дінді, ақыретті, пайғамбарды, Құранды қажет етпесе. Енді нормально. Кей кезде адамдарды көресің, Құдайды іздеп, Құдай тамақ беріп қалады, тозаққа түсіп кетпейін деп емес. Жұмыстан жорға алайын деп. Болмаса жаман түс көрген кезде. Сол кезде былай. Бір кісіні білетін, Құдай тамаққа шақырып, Құран оқып берсін деп шақырған екен. Барып енді үлкен, қой сойған, үлкен кісілер қонаққа шақырған. Менің задачам, сөйтсем, бірақ задачамен шақыртты да, Құран оқып берді, аумин деп кете бер деген сияқты, бізге мешітке деген сияқты. Уағыз айтып бәле қалдым. Сол кісі Құдай тамақ беріп жатыр екен, сосын, иншалла Құдай тамағыңыз қабыл болсын, Құдай дейтін адаммен күйесіп қоянды. Енді сізде осы неңіз бар екен ғой, сізді көп адам байқамайды екен, не десек, анау машина алып бердім, жап-жаңа, шетелден алып келген. Есік алдына қойып кетіп, бір кісінің үйіне кіріп, шығам дегенше терезесін сындырып кетті, болмаған. Соған енді Құдай қарауылдап жүрсін деп қой сойып жатырмын деген сияқты. Осындай нанымен жүрген адамдар бар да. Құдайға құл болғысы келмейді. Құдайдың берген бір қоймен Құдайдың өзін құл алғысы келіп жүрді. Сөйтті, бізде жүрегім таза, ниетім дұрыс деп қояды. Құдайды өйтіп алдай алмайды. Құдайды алдай алмайды. Шынымен ниетті дұрыстау керек, шынымен жүректі тазарту керек болады. Енді кім сараңдық қылған болатын болса, берген сайын сараң бой болса, ештеңе бергісі келмейтін, сондай біріне шығайлай. Уастағына дінге мұқтаж емеспін десе, өйткені адам баласы мұқтаж емеспін, болдым, толдым деген шектен шыға бастайды. Бұның алдында біз Иқра сүресін өткенде, калла иннал инсана ла ятға, адам баласы шектен шығады, күнәға бет бұра бастайды. Қай кезде? Арбаған тұстағына өзім бір болып қалындайын кезде. Ақша біте бастаған кезде күнә іздей бастайды адамдар. Күнә іздей бастайды. Ол өзінің тойына $10,000 беріп,
шетелден артист алып келеді да, 10 минут деп айтып кетіп қалады, ол 10 минут қағылады. Бірақ сол $10,000 $1,000 мешіт садақасына бара салмайды. $1,000 туысқанына бермеуі мүмкін. $1,000 кедей-кепшікке іздемейді. Өйткені қызық емес, өйткені дүние керек те оған болды. Оған дүние ғана керек. Ондай тірлік сүйген адамдар өте көп ақ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى және хусна, жақсы нәрсені өтірікке шығарса. Оны жоғарыда айтқан нәрсені өтірікке шығарса, таухидты өтірікке шығарса, Құдайдың сөзін өтірікке шығарса, пайғамбардың сөзін өтірікке шығаратын болса, ертең ақыретті өтірікке шығарса, тозақты өтірікке шығарса, жәннатты өтірікке шығарса, не болады дейді ол адам жағдайы? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى оған дейді, қиындыққа қарай жолын оңайластырамыз дейді. Проблема қарай жолды оңайластырып жібереміз дейді. Дүниенің өзінде күнә істесе оңай болып тұрады да. Күнә істесе оған оңай болып тұрады. Бүкіл нәрсені істеп, ішіп, жеп, білгенін істеп кете береді екен. Ал ақыретте қиындыққа тап болады. Үлкен қиындыққа. Ақыреттің қиыншылығы ең үлкен қиыншылық сол кезде, егер бұл дүниеде тақуалық болмаған болатын болса. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір күні қабір басында бір сахабаны қойып жатқан кезде қасында сахабалар болды. Сонда пайғамбар деді: Аллах тағала дейді, сендердің әр қайсыларының дозақтағы да, жәннаттағы да орындарын бекітіп қойған дейді. Кім дозаққа түседі, кім жәннатқа түседі, Аллахқа белгілі. Сонда бір сахаба айтады: Я Аллахтың елшісі, онда сол біз тағдырымызға сүйеніп амалды тастай салмаймыз ба? Бәрібір біреу дозаққа түседі. Өйткені ол дозаққа жазылған. Бәрібір жәннатқа кіреді. Ол жәннаттық делінген. Тағдырымыз жазылған нәрсе бұл. Деген сұрақ қойған кезде пайғамбар айтады: амалу дейді, тастаңдар демейді, амал істеңдер дейді. Факуллун муяссар лима хулиқа лах. Кім не үшін жаратылған болса, соның тірлігі оған жеңіл болады дейді. Жәннатқа барам деген адамға таухидты түсіну оңай болады. Жәннатқа баратын адамға намаз жеңіл болады. Мешіт, Құран, хадис жеңіл болады. Жәннатқа бармайтын адамға бұдан ауыр дүние жоқ та. Құран оқылғанда жәннің сығылғанын көрсең, түрлері бұзылып кетеді ол. Түрі бұзылып кетеді. Дінді айтсаң, бітті, жақтырмай қалады. Ештеңе керек емес сияқты. Бірақ сәл мақтасаң, мәз болып кетеді. Мәз болып кетеді. Бір бабамыз айтқандай, өтіп барсам, көшеде 2-3 жігіт отыр екен дейді, кепкісін басып алды, көшенің бұзық жігіттері дейді да. Анжамжа жігіттер жолай қоймайтын. Шемішкасы шағы көздермен өзі отыр дейді, кішігірім хулигандықпен айналысатын. Ойларым енді, өзіміз қазақпыз ғой дәріміз. Бұған да бірдеңе айтып кетейін деп тоқтап, ассалаумағалейкум деп амандасып олар. Уәлейкум сәлам деп қойды. Сосын бар. Қалайсыздар, жақсы? Не болды, братчика деп айтты дейді. Енді ештеңе болған, бірақ не болды, күніге көріп қаламыз, анда беріп жүрген кезде отыр екенсіздер, сол мынау бір біз кішкене Құраннан бірдеңе білетін едік, пайғамбардың сөзі, сол енді біз мұсылманбыз ғой, сізге айтып жақсы көре керек. Рахмет, братчика деп айтты. Сол мынау кішкене пайғамбар не үшін келді, Құран не үшін түсті деген соны айтты. Ой, братчика, сен рахмет, бара бер енді. Ол біз деген қайда, сен қайда, ол не қайда? Сөйтіп не аласады деді. Сосын мен түсіндірсем, ой, біз оны түсінбейміз ғой, братчика, қайда, біздің не деген вообще басқа, біз вообще тема бөлек бізге. Содан енді бұлай, братан анау деп сөйтіп тұрсам, біз деп жаңағы бұлай не қылсам көнбейді, бұлай тыңдамайды дейді да. Құранды әкеліп тыңдайсам тыңдамайды, бір аят айтайыншы жоқ тыңдамайды, хадис айтайын тыңдамайды, ақырет айтайын тыңдамайды, Алланы айтайыншы тыңдамайды, ештеңе тыңдамайды дейді да. Тыңдамай айтқаннан кейін қазақта бір мақал бар еді, есіме түсіп кетті дейді да. Сөзін тыңдасаң мақтап ал деген дейді да. Сосын мақтап көріп сөйлеп көрейінші деп, мә братан бетіңізден нұр шықты ма деп айтты. Ананың беті мұж темекі салған сап-сары біреу дейді да. Өзім айтып өзім күліп қоя салдым. Пайдасыз нәрсеге ұмтылу. Келесі бады. Енді осындай кімде кім сараң болса, тәкаппар дінді керек етіресе, ақыретті өтірікке шығарса, ол қиындыққа душар болады. Қиындыққа алып кіреді.
Ол адамның шаруасы ертең тозақ, оның да жағдайы қиын болады, Алла сақтасын ол нәрседен. Енді келесі аяттар айтады: "Ва ма юғни анху малуху иза тарадда". Оның мал дүниесі оған не пайда береді ертең өлім келген кезде? Тарадданы енді бірнеше мағына келеді. Мужахидтен мата өлсе деп келеді, біресе халака құрыса деп келеді, біресе вақа финнар тозаққа түскен болса дейді. Не нәрсе береді дейді дүние, мал. Термиз жеткен бір хадисте келеді: Аллах тағала қияметтің күнінде бір адам тозаққа түсуге себепкер болып қалған кезде, өмірде жақсы тірлігі аз болып, Аллах оған сұрақ қояды екен да: "Я ибн Адам, ей адам баласы, егер сенде дейді, милул арди захаб, жер бетінің тола алтының болса дейді, соның бәрі сенді, ондай ешкім ондай байлыққа жеткен емес та. Жер беті тола алтының болса еді дейді. Сол алтынды беріп, мына тозақтан құтылуға әрекет жасар ма едің дейді. Наам я Рабб, я Алла, солай істер едім дейді. Аллах айтады: "Лақад саалтука минка ахвана мин залик". Мен сенен одан да аз нәрсені сұрағам дейді. Мен саған жер бетінің алтынды садақа қыл деген жоқ, мына тозақтан құтылу үшін. Мен саған бар ғана айтқаным, маған серік қоспа дейді. Бар айтқаным тақуалық қыл дедім. Бар айтқаным зекет. Зекет деген білесіздер ме не ол? 40 қойын болса қанша ол білесіз? Білем. И тозақтан құтыласың. Енді о дүниеге барғаннан кейін бүкіл 40 қойын болса, 40 қой емес, жер бетінің қойы болса, жер бетінің қойы емес, қойының бәрі алтыннан болса да беріп тозақ құтылуға дайынмын деп айтайын деп тұр да. Қазір бере сал бір қой, болды. Не болды? Қазір қыл 5 уақыт намазды оқы. Не болды? Құранды тыңда, нең кетеді? Ертең о не бар, шырылдамашы. Сол үшін Құран айтады: "Хатта ида жаа ахадахумул маут", олардың біреусіне өлім келген кезде. Осылай шіреп жүре бере ме? Бай адам, би адам, шіреп жүре бере ме? Құдайдан алыс адам, Құранды керек етпеген адам, біреудің сақалынан, біреудің орамалынан әңгіме қылып жүрген адам. Өйстіп жүре бере ме? Мәз болып, не дейді Алла Тағала? Хатта ида жаа ахадахумул маут, олардың біреусіне өлім жеткен кезде, әлі қиямет басылған жоқ. Қала шыңғырады бейшара: "Раббиржиун, Раббиржиун, Алла қайтаршы дүниеге, мұсылманыңды жамандамаймын, Құраныңа қарсы шықпаймын, сүннетіңмен жүремін, бар намазыңды оқимын, зекетіңді беремін, Құдай қайтаршы" деп шырылдайды, еңірейді. Аллах біледі не істейтінін. Аллах жақсы біледі. Аллах солай болады деп отыр да, Құдайдың айтқанынан жүрмейді. Сонда оны қайтарып жібере ме? Жоқ. Кәллә иннаха кәлиматун қайла. Бұл жай сөз дейді. Abi oranın barzanı ile olmasın, barzan halinde kalıp kıymet günü kayıp tırılkençe. Bir şey dedi: "Ya ahmak min huna kaçı? Ey ahmak, bir sefke kaytar hep жылап atkan ne? Пәленбай жыл өмір сүріп келдің ғой сияқты. İstemedin mi сол кезде? İstemedin mi сол кезде сол нәрсені?" деп оған айтып екен. Оған малы не нәрсе пайда береді? Тозаққа кетіп бара жатқан кезде, өлім келген кезде, бар ма миллиардердің жанын алып қалған дүние бар ма? Миллионердің алып қалған жанын алып қалған дүние бар ма? Кәне ол. Миллиардер өлмеу керек қой онда, миллионер өлмеу керек қой онда. Байлар онда 1000 жыл өмір сүру керек қой. Дұрыс па? Ақшасы бар. Ол ешқандай пайда бермейді. Ешқандай пайда бермейді. Алла айтады: "Инна алейна лал-худа", тура жолды көрсету бізге міндет дейді. Аллах көрсетіп қойған болды. Мына жол дүниеде сені бақытты қылады, мына жол сені тозақтан құтқарады, мына жол сені жәннатқа алып барады деді. Аллах тағала субханалла Құран түсірді ма? Түсірді. Пайғамбар жіберді ма? Жіберді. Енді не керек? Саған лично жеке кітап керек па сонда? Отдельно пайғамбар керек па? Бокстың тренері сияқты? Не керек саған? Не армандап жүрсің? Алла Құран айтты: "Фа иннама алейкал балағ", пайғамбарға: "Ей пайғамбар, сенің міндетің жеткізу, алейна хисаб, біз есеп аламыз" деді. Атқарылмаған адамның ғана тірлік тұр. Бойұсыну. Сау адамда ой болу керек та. Құдай тағала бізге Құран жіберіпті. Не үшін? Құдай тағала тарапынан пайғамбар келіпті. Не үшін? Сұрақ болу керек қой. Солай өмір сүру керек адам баласы. Аллах айтады: "Ва инна лана лал-ахирата вал-ула", расында ақырет те мына дүние тіршілігінде, алғашқы дүние тіршілігінде біздікі дейді.
Сондықтан сен өзің емес бақытты қылатын Аллах тағала. Сенің жағдайың өзің пысықтығыңа қарай емес түзелетін. Аллахтың қалауыменен. Аш қылама, тоқ қылама, бар қылама, жоқ қылама, аз қылама, көп қылама, Аллах тағаланың қалауымен. Абу Ханифаға, имам Ағзамға біреу айтты, Құдай сізді тірлік істей аламын деп айтқан екен. Құдайдың қалауын сізді тірлік істей аламын десе, Абу Ханифа айтты, онда сен Б дейтін әріпті еріңе тигізбей айтып көрші депті. Бір әріп шығара алмаймыз Аллах бізге себептер туғызбаса. Өзімізден бір нәрсені істей алмаймыз біз. Сонда Аллахтың қалауы болады екен, сол үшін Аллах мына ақырет те Алланікі. Дүние де Алланікі. Сол үшін дүниеде бір нәрсеге жетем деген адам Аллахпен қарым-қатынас дұрыстау керек. Ақыретте бір нәрсеге жетем деген адам Аллахпен қарым-қатынас дұрыстау керек. Құдайдың таухидын ұстанбай, 5 уақыт намазын оқымай, есік алдында сынып қалған терезенің машинаның терезесі үшін Құдай тамақта бір қой сойып Құдайды алдаймын деген одан сайын сорақылықты, одан да Құдай тамақ бермей қойғанбыз. Бұл сорақылық өтіп кеткен. Имам болып жүрген кезде бір кісіге айтады, қызым тұрмысқа шығып үйленіп кетті дейді. Сосын 2 қой ниет қылып алып келді дейді күйеуіміз, қораға бақтық дейді. Бір қойым құдаларға, бір қойым Құдайға, жаңағы Құдай мал соям деп 2 қойды бақтым дейді, бір қорада. Екеуі бірге жем берген, бірге су берген дейді, бір қорада ұстадым дейді, бәріне бірге шөп бердім дейді. Бірақ молдаке деп қойды, жасы үлкен кісі ғой, апамыз. Қызық дейді. Құдайға деп арнаған қойым дейді. Дәу болып семірді дейді. Ел көрсе сембейді дейді. Бірақ бір қора, бір жем, бір шөп дейді. Құдаларға деген семірді енді, бірақ таң қалатындай емес дейді. Енді менде мынандай ой болып тұр дейді. Құдайға деген қойымды құдаларға беріп, Құдаға деген қойымды Құдайға берсем бола ма? Құдаларды бір таң қалдырайын деп қояды. Құдай тағалаға ең құрған уақытты беріп, Құдай тағалаға ең құрған дүниені беріп, бір нәрсеге жеткісі келіп жүр адам. Ол кейінде болмайды. Сол үшін адам баласы ақыретті ойлау керек. Сол үшін Құранда келеді. Бір адамдар бар дейді. Не деп айтады дейді? Раббана атина фид дуния ва ма лаху фил ахирати халақ. Құдайды мойындайды. Раббым деп айтады. Алла бер деп айтады. Бірақ дүниеде ақыретті айтпайды. Ақыретте ва ма лаху фил ахирати халақ. Ақыретте ештеңе бермейміз дейді. Өйткені ол Құдайға деген иманы дүние үшін ғана дейді. Ақырет үшін емес. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. Біреулер бар айтады, Алла дүниеде жақсылық бер, ақыретте жақсылық бер, дозақ отынан сақтайды, бізге дүние ақыреттінде жақсылық беріп қоямыз. Ар жағында ақыретте тұру керек екен. فأنذرتكم نارا تلظى. Айтады Аллах Тағала, мен сендерді жалындаған оттан ескерттім дейді. Аллах ескертіп қойды шынымен. Дозақ дегенді білмейтін адам бар ма? Ойламайтын адам барша, бірақ білмейтін адам бар ма? Қазір көшеден кетіп барған бір христиан ұстап алсақ, что такое ад десең, айтады ғой, там грешники будет дейді. Дұрыс па? Что такое рай десең, там хорошие люди будут деп қояды. Бұл хабар жер бетінде адам өмір сүргелі бері айтылып келе жатқан дүние. Инна хаза ла фис сухуфил ула. Ilgari kitaplarda Sofi Ibrahim Musa пайғамбарға, Musa пайғамбар кітаптан бәрі айтылып қойған. Бұны мен емес жаңалық ойлап тапқан. Жігіттер жәннаттың бар екенін таптым, сіздерге айтайын деп отырған жоқ мен. Түс көрдім, дозақты бар екенін айтайын деп отырған жоқ мен. Ол кітапта тұр, ол пайғамбарлар айтқан, сол үшін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху айтқан, не деп айтқан? Уама кунту бид'ан минар русул, мен пайғамбар үшін жаңалық емеспін дейді. Айдаспаннан шығарған сөз айтып жатқан жоқпын дейді. Маған дейінгі таухидты айтып жатырмын. Маған дейінгі дозақ жәннатты айтып жатырмын дейді. Аллах айтады, ескертіп қойдым дейді дозақты. Естімедім деген бар ма екен? Сұрап көріңіздерші. Мен дозақты естімедім. Аллах айтады, айттым дейді. Мыңдаған пайғамбарлар арқылы, жүздеген кітаптар арқылы, миллиардтаған ғалымдар арқылы дозақтың бар екенін Аллах айтып қойды. Ла яслаха иллал ашқа. Сондай айтылған дозаққа енді бақытсыз ғана түседі дейді. Бейшара ғана түседі. Там тоққа жазып қойды ғой, скелеттің суретін салып, крест қойып, убьет деп жазып қойды. Бір рет жазып қойды, ондан жай бір адам жазып кетсе де сен жоламайсың. Аллах тағала дозаққа құйсың деп жазып қойды, жолай барды. Мына тірлікке жолама, дозаққа күйесің деп айтып қойды.
Ал енді Алла сақтасын, тозақ деген оңай жай емес. Кәдімгі айтқан сияқты, бұл тозақ емес, мына өмірдің өзінде Алла сақтасын ше. Сені үстіңе біреу бензин құйып өртем дейсе де көнбейсің ғой. Дұрыс па? Бензин құйып өрте жүремін десе де кім көнеді? Оған көнбейсің ғой сен, субханалла. Сен анау моншаның ішіндегі жаңағы қыздырып атқан тастың үстіне жалаңаш байлап қоямын десе де сен көнбейсің ғой. Кім көнеді? Оған ешкім көнбейді. Сен жарайды тек анау күннің ыстығы емес, тозақтың ыстығы емес, жаңағы күннің ыстығы емес, одан да төмен денеңнен, ішіңнен жанған кезде температураға шыдай алмайсың ғой. Дұрыс па? 39 градус болса, 37 градус болса, ауырғанымыз бәріміз бас шығамыз. Ыстықтың не екенін білеміз ғой. Температура ауырмай көрген жоқ дегендеріміз жоқ шығар. Сол айтқандай 36 градустан көтерілсе қызуың, шығасың тезде дәрістап, бет әлпетің бұзылып, сөйте тұрып бірақ та қызуы тасты ерткен, қорықпайсың тозақтан, ей бейшара неліктен дейді. Надандықтан. Үстіңе қайнаған, газда қайнаған суды таусылғанша құйып тұрайын десе кім көнеді? Тозақ одан қиын. Тозақтағы ең жеңіл азап табанына шоқ қойғанда миы қайнайды. Және сол адам ойлайды, ең қатты азапты мен көріп жатырмын деп ойлайды. Сондай жеңіл азапты көретін адамдардың біреусі кім екенін білесіздер ме? Абу Талиб. Айтыңыздаршы, Абу Талиб кім? Кім Абу Талиб? Аллахның дедесі. Пайғамбарымыздың немере ағасы, әкесінің інісі. Абу Талиб пайғамбарымызды боқтап беді. Пайғамбарымызды жамандап беді. Пайғамбарға зиян жасады ма? Жоқ. Пайғамбарға көмектесті ма? Көмектесті. Пайғамбарды қорғады ма? Қорғады. Пайғамбарды жақсы көрді ма? Жақсы көрді. Оған бар жағдай, өлтіреміз деген кезде қорғады. Зиян жасайын деген кезде зиян өткізбеді. Дінін тарата бер деді. Және бір сөзін айтып кетті. Лақад алимту ана дина Мұхаммадин. Менің ешбір күмәнім жоқ. Менің балам Мұхаммедтің діні адамзат баласының дінінің ішіндегі ең абзалы. Әттең мына қоғамдық пікірден қорықпағанда, адамдардың сөзінен қорықпағанда, осы дінде мен де жүретіндерім деген сөз айтып кеткен, бірақ жүрген жоқ. Өлген кезде аят түсті, оның тозаққа түсетін туралы. Өлген кезде хадис келді, оның тозаққа түсетін туралы. Тозақтағы ең жеңіл азап берілетіннің біреусі сол Абу Талиб. Пайғамбарға тіл тигізбей мақтаған. Пайғамбарға дүниесін тартып алмай, дүниесін берген. Пайғамбарды өлтірем деген адамдардан қорғаған адам Құдайға тауқитын ұстанбаған үшін тозақтың ең жеңіл азабын көріп отыр. Пайғамбарға тіл тигізіп, Құранда келген намазға тіл тигізіп, оқитын оқымайтын шешіп, орамалына тіл тигізіп, не істейін деп жүрген адамдар? Кіммен ойнайын деп жүр? Алла сақтасын ондай надандықтан. Оған өте бақытсыздар түседі дейді. Шынымен де тозаққа түсу бақытсыздығы. Ол кім ол бақытсыз? Аллади каддаба ва тавалла. Ол сондай адам өтірікке шығады. Алланың сөзін, пайғамбардың сөзін ва тавалла бет бұрып. Жүрегімен өтірік деді, денесімен бет бұрып кеткен адам. Ва саюджаннабухал атқа. Ол тозақтан тақуалар құтылады. Қандай адамдар олар? Аллади юти малаху ятазакка. Ол сондай адамдар өзін Құдайдың берген мал дүниесінен садақа беріп тазаланады. Шынымен де садақа адамды тазалайды. Сараңдықтан тазалайды, надандықтан тазалайды, аурудан тазалайды, күнәдан тазалайды. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Ол тақуа адамның дейді. Біреуге жақсылық істеп жатқан кезде, оның жақсылығына қайырым үшін істеп жатқан жоқ, оның бір нығметі өтіп кетіп, жақсылық өтіп кетіп, соған маған бұл жақсылық емес, сол үшін жақсылық істеп жатырмын емес. Не үшін істеп жатырмын деп? إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Жоғары болған Раббысы Аллахтан разылығын табу үшін істеп жатыр. Вала сауфа ярда. Аллах айтады. Сөзсіз ол ризалыққа бөленеді дейді. Аллах риза болады дейді. Осы жерде бір нәрсені біліңіздер. Уақытымыз енді жақындап қалды. Бір нәрселер айтып кетейін. Осы аяттың соңына қарай. Біріншісі қараңыз. Тақуа адам біреуге жақсылық істеген кезде садақа бере ма? Сөзбен садақа бере ма? Ақшамен садақа бере ма? Киіммен садақа бере ма? Тамақпен садақа бере ма? Ақылмен садақа бере ма? Жоқ. Жылы қабағымен садақа беремін. Ол да садақа, иә? Табассуму фи важхи ахика садақа. Бауырыңды кездескен кезде жылы шыраймен қарсы алу садақа дейді.
осылай садақа бере ма? Және осыны Аллахтың разылығы үшін істеген болатын болса, Аллах риза қыламын дейді. Аллахтың уәдесі. Аллах уәдесі орындалады. Бұл бір. Бірақ жақсылық істеген кезде мынандай қылып істесе ол дұрыс емес. Міндетсінетін болса. Біреуге көмектесті. Ей, менің арқамда сен осы күн көріп жүрсің ғой? Сен бала шағыңды менің берген ақшамен бағып жүрсің ғой сен? Не әңгіме айтайын деп жүрсің сен? Бітті, күйді, жоқ. Сәдеғасы кетті. Өйткені Аллах үшін емес, міндетсінді. Құранда келеді, міндетсінумен садақаларын жоймаңдар дейді. Сауаптарыңды. Міндетсінген адамның сауабы тастың үстінде құм сияқты, су келсе шайып болды. Екінші, рия үшін беру мүмкін. Міне мен қандай жомартпын, қараңдар деп бер. Жоқ, сауап. Адамдардан күте берсін. Үшіншісі, мынандай саясатпен беру мүмкін. Мен қазір мына адам мұқтаж болып тұр. Мен бұл больницада ауырып қапты, барып жағдайын сұрайын. Ертең мен ауырып қалған кезде бұл да жағдайын сұрайды ғой. Сауап жоқ. Просто ертең келіп сұрап кетеді болды. Сауап сол. Мен қазір мынау қарыз сұрап келіп тұр екен, берейін, ертең мен қарыз сұраған кезде маған береді ғой деп бердің. Сауап жоқ. Просто дүниені алма кезек. Содан күтесің. Аллахтан сауап іздеген адам Аллахтан ғана іздейді, істеген жақсылығын ұмытып кетеді. Біреуге істеген жақсылығын ұмытып кетеді. Өйткені Аллахтан кетеді. Ал осы аятты тәпсір ғалымдарының басым көпшілігі кімге қатысты түскен дейді? Абу Бакр Сыддыққа қатысты түскен. Абу Бакр Сыддық сондай кісі еді, жомарт кісі еді. Оның біздің білген жомарттығын өзі берші еді. Білмеген жомарттығымыз қанша екенін Алла біледі. Ақыретті шын іздеген адам. Сыддық деген атқа, шыншыл деген атқа ие болып кеткен кісі. Омар разияллаху анху білетін еді, Абу Бакрды пайғамбарымыз ең қатты жақсы көретін еді, арамыздағы ең құрметтіміз Абу Бакр еді, пайғамбарымызға ең сыйлымыз Абу Бакр еді деп пайғамбар көп сөзінде мен және Абу Бакр, мен және Абу Бакр, мен және Абу Бакр деп сөйлеуші еді деп, сонда пайғамбар жақсы көрген адам ол Аллахқа да ұнайтын адам. Бұның бір керемет істері болуы мүмкін деп Омар Абу Бакр Сыддықтың кейбір істерін аңдып жүріп істегісі келетін. Сөйтіп жүріп бір күні аңдып жүрген кезде не көрді? Оның бір әйел кісінің көзі соғып, жасы үлкен әйелдің үйіне кіріп, үйін сыпырып, ыдысын жуып, балдасын тамақтандырып кеткенін көрді. Омар артынан кіріп келіп, мен Омармын, осындаймын, жақсы, жаңа сіздің үйіңізге бір адам кіріп келді, ол кім десе, білмеймін дейді әйел. Біраз уақыт болды келіп жүргенде. Мен мұқтаж едім, сол көмектесіп кетеді. Халиф Омар көмектес ешкім білмейді. Омар тізерлеп тұрып отырып жылаған. Абу Бакр, сен біз істей алмайтын тірліктер істейсің ғой. Біз істей алмайтын. Бұл аңдып жүріп тапқан біреусің. Қаншасы Аллахпен өзінің алдында беймәлім кеткен, оны Аллах біледі. Осы айда Абу Бакр Сыддыққа байланысты түскен дейді. Уама ли ахадин индаху, ешбір адамның оның Абу Бакрдың мойнында бір міндетсінетін жақсылық жоқ дейді. Оған маған жақсылық қайтар деп айтатындай дейді. Ондай жақсылық жоқ дейді. Бірақ ол бүкіл жақсылықты Аллахтың разылығын табу үшін істеуші еді дейді. Тіпті оның әкесі Абу Құхафаның арасында бір ғалымдар келтіретін оқиға бар. Біләлді азат етеді. Үлкен ақшаға азаптап отырған кезде мұсылман болды, құл азаптап отыр. Құлдың несі бар? Дымы жоқ қой. Тиыны жоқ, киімі жоқ, үйі жоқ, жайы жоқ, басқасы жоқ. Сен құтқарғаннан кейін саған көмектесетіндей. Мен мынаны қазір құтқарып жіберсем, маған ертең пайдасы тиетін адам дейтіндей. Бедели жоқ, түгі жоқ. Құтқарып жіберді. Тағы да біреу құтқарып жіберді. Тағы да біреу үйсіп құтқарып алды. Ақшасын бәрі сарп болсын. Әкесі айтты, балам, енді кішкене өңшең бейшараларды құтқарып жатсың. Енді кей кезде арасында жағдай балаларды құтқарып қойсайшы, оларға жақсылық істеп қойсайшы депті. Сонда анадан ертең бір өзіңе пайда тиеді ғой кезде, жоқ, мен пайданы Аллахтан күтіп отырмын деді. Біләл, мен соған құтқарған үшін де бірдеңе бердім ғой соған? Ештеңе берген жоқ. Өйткені Абу Бакр оны Аллахтан ғана күтіп отыр. Сол үшін Омар айтатын бір сөзінде, Абу Бакр саййидуна, Абу Бакр біздің құрметтіміз еді, ва а'атақа саййидана, құрметтімізді азат еткен еді, Біләлді айтып отыр. Сонда осында бір жомарт күйде болған еді. Сонда бұл аят Лейл сүресі біз енді үлгергенімізше айттық. Алла Тағала білмеген нәрсемізді кешірсін, туралыққа бастасын, бізге Құраннан болған жақсы ілімдер нәсіп етсін. Алла Тағала бізге жәннаттың жолын жеңілетсін. Бізге жаңағыдай сол үш қасиетті беріп, Құдайдың бергеннен жомарттық қылатындай қасиет нәсіп етіп, бізге тақуалық нәсіп етіп, ақыретте жүрегімізге растауды нәсіп етіп, Алла Тағала бізге жәннаттың жолын нәсіп етсін.